Хат танымайтын шынашақтай қарашал атағы жер жарған мамандарды қалай жерге қаратты? Қар еріп, сай-саланы су қаптап, арна тасыған тұста сел бөгенді жырып, төмен қарай лап қойған. Қызылорданы сел алып, орталық Орта Азия күре тамыры теміржол бойын ойран асырын шығару қаупі төніп тұрғанды. Оған қарсы мол техника, қыруар адам күші жұмылдырылды. Ташкент пен Алматыдан гидротехниктер келіп, әскери бөлімшелер іске араласты. Бұл жұмыстың бар тізгінін қолыма алуға тура келді. Жауынгерлер мен теміржолшылар бөгеннің тығыны ашылған жерін бітей алмай, салымыз суға кетіп тұрғанда, еңкіш тартқан бір қарт Құдай айдап қасымызға келе қалмасы бар ма? Бізге күн сала қарап тұрып, босқа арам тер болмаңдар, деді. Жырынды су оңайлықпен әл бермейді, оны қара бураламай ауыздықтау қиын. Тосын сөз елең еткізді. Қара бураңыз қалай? Түсінбедік қария, деп жөн сұрадым. Шал асықпай мән жайды түсіндіре бастады. Ұзындығы 15-20 құлаш келетін жуан арқанның 3-4-еуін қатар жазып, жерге тастаңдар да қамыс, сабан төсеп, үстіне шым салыңдар. Сосын киіз ширшақтағандай тасқып орап, арқанмен шандып байлаңдар да бөгеннің кеткен жеріне қойыңдар. Онымен қазақ асау дарияны да тоқтатқан. Апыр-ай, дедім, әрі қайран қалып, әрі бұны қалай бастарымды білмей. Қарағым, осы жердің бастығы сен боларсың, деді қайрат танытқалы оқталып. Қасыма 5-10 сарбазыңды қос, бәрін өзім істеп берем. Ақсақал айтқанын айна қатесіз жүзеге асырды. Сел сап тиылды. Осы бір оқиға есіме оралған сайын, халық даналығынан асқан ұлылық, халық жинақтаған өмірлік тәжірибеден асқан қазына жоқ деген тоқтамға келем. Хат танымайтын шынашақтай қарашал сайдың тасындай 100-ден астам жауынгерге қоса, атағы жер жарған ондаған маманды жерге қаратса, халық мұрасына мұрын шүйіре қарауды қоятын мезгілдің жеткендігі емес пе? Дінмұхамед Қонаев. Ақиқаттан аттауға болмайды. 123 беттен алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.